So, let's continue, guys. Достар, жалғастырақ ары қаратай. Мына жерде ERE және EAR әріптеріге аяқталатын болса сөздер, онда ear деген сөз береді, иә? Мысалға, near, ear, here, fear. Егер де осы әріптерге аяқталатын болса, онда ear деген әріпті береді, иә? Қайталап өтейін. Ең жиі кездесетін сөздер осы, иә? Near, ear, here, fear. Келесі, егер де E мен R-ға аяқталатын болса, онда деген әріп береді. Мысалы, her, remember, serve, never, serve, remember, her. Енді ең мына жақ қызық жеріне келдік, иә? C әріпі кейбірде K болып оқылып кетеді, кейбірде S болып оқылады. Қашан қай кезде қалай оқылатынын білмеймін деген адамдарға мынаны өте мұқият тыңдап алыңыздар, иә? Көбінесе К болып оқылады, мысалы cat деген сияқты. Ал егер де C әріпі I, E, Y әріптерінің алдында келетін болса, онда S болып оқылады. Мысалға, nice. Көздер ма? Одан кейін E әріпі келіп тұр, яғни оны алдында болатын болса, онда S болады. Nice. Sell. Бұл жерде E әріпінің алдында тұр, сондықтан S болып оқылады. Cycle. Мүмкін араларыңызда кейбіреулеріңіз cycle деп оқып жүргендер бар шығар, иә? Мүмкін вообще қалай оқылатынын білмейтін шығар, бірақ егер де Y әрпінің алдында келсе, онда S болып қалады, cycle. Қазір кейінде өте көп практика жасайтын боламыз, именно осы S-ның кейбірде K болуына байланысты және S болуына байланысты. Ары қарай кеттік, келесі ол G әрпінің кейбірде G, кейбірде G болып оқылуы. Көбінесе G болып оқылады, flag, game деген сияқты. Бірақ егер де қайтадан I, E, Y әріптерінің алдында келетін болса, онда G әрпін береді. Мысалға, page. Осылай қазір көбірек мысал беретін болам, бірақ та исключение бар, яғни заңға бағынбайды. Мына сөздер get. E әрпінің алдында тұр, вроде бы, бірақ та get емес, get. Gift емес, gift. Give емес, give болады. Және бағына айтқан неге байланысты, дауысты әріп ашық буында I болады деп айтатын едік, бірақ та give деген сөз оған бағынбайды, give емес, give болады. Жақсы, қазір көбірек мысал беретін боламын. Ал қазірге S пен H әріптері бірге келетін болса, онда Ш әріпін береді. Ш. Мысалға, she, shame, shake, shape, shade, shine. Бұл жерде біз бағана айтқан ережелер естеріңізге түсті деп ойлаймын, иә? A әріпі ашық буын болғандықтан A болып оқылады, алфавиттегідей. I әріпі де алфавиттегідей I болып оқылады. Shake, shame, shape, shade, shine. Уже сіздер басқа сөздерді тура сол оқи бересіздер. Мына жақта тұйық буында, жабық буында тұр, мысалға. Fish, сондықтан fish емес, fish, wish, fresh, ship, shop. SH әріпі Ш әріпін береді. Shut, cash, dish, rush. Мына жақта руш па, rush па ойланбайсыздар, тұйық жабық буын болғандықтан, сондықтан rush болады. Shift, shell, shrug, flash, brush, shop, flash, shed, trash, ship, ash, shrink. Егер де CH бірге келетін болса, онда Ч деген әріпті береді. Яқта Ш деп жазып қойды, Ч болады. Change, chess. Ш емес, кейбір change деп атады. Change, chess. Келесі, P мен H бірге келетін болса, онда F болады. Phone, phone емес, F. Phone, phase, phrase. Яқта O болу себебі ашық буын, сондықтан O болып оқылады. Phone, stone деген сөздер сияқты. Және мына жақта алдында айтқан сияқты, S әрпі екі дауыстың ортасында келсе, онда Z болады. Use деместер. Use, nose, rose, pose. C мен K әрпі бірге келсе, онда K деген әріпті ғана береді. Check, deck. Енді қазір көбірек мысал берейік. C әріпі егерде Y, I, E әріптерінің алдында келсе, онда S болып оқылады дедік. Мысалға қарасақ, place. Мына жақта енді A әріпінің алдында тұр, сондықтан I, E, Y әріптері жоқ, сондықтан K болып оқыла береді. Case, face, space, close, race, crime, nice, cable,
scale, ice, twice, sight, cycle, cake, pace, rice, trace, scope, cope, grace, slice, cave, cute. Ya mesela cute деген сөз жазылып тұрса, с бола ма, к бола ма деп ойланбайсыздар. Бұл жерде к болады, себебі I, E, Y деген әріп жоқ, я, одан кейін. Сондықтан к болып оқыла береді. Can, back, much, fact, black, such, cut, cost, cup, cap, act, rock, sell. Байқасаңыздар, жоқ жерде, я, E, I, Y әріпті жоқ жерде к болып оқылды. Бұл жерде E әрпі келді, бірден C болып кетеді. Sell. Rich, stick, lack, C мен K әріпі келсе, онда К деген әріп қана береді. Stick, lack, club, neck, chest, CH, Ch, cat, kick, check, chip, cop, lock, pack, shock, block, crop, buck, switch, clock, bunch, branch, match, track, bench, deck, crash, crack, pitch, brick, patch, cross, stretch. Яғни мына жақта қиын сияқты болып көрініп қалуы мүмкін, бірақ еш қиындығы жоқ. C мен H, Ч әрпін береді, оның алдында Т, иә. Stretch, stretch, бірге болып кетеді үшеуі. Duck, strict, click, chin, scan, pack. Clip, cab, catch, sock, crush, stack, sack, chunk, chill, disk. Game, yani C'ga байланысты. Game, age, C болды, себебі одан кейін I тұр. Change, page, stage, huge, range, great, strange, gate, gene. Бағанағы ережені бірден естеріңізге аласыздар. I, E, Y әрпі болса, онда G болады. G болып оқылады. Gaze, grave, grace, rage, cage, globe, grape. Big, dog, gun, leg, gas, egg, grab, golf, gap, glad, flag, dig, bag, pick, drip, hug, gym. Көрдіңіздер ме? Y әрпінің алдында тұр, сондықтан G болады. Green, bug, bag, got, tag, fog. Бағана айтып кеттім сіздерге N мен G келсе, онда әрпін береді. Ng демейсіздер, деп қана естасыздар. Long, strong, song, spring, sing, ring, wing, swing, long, gang, cling, king. Енді бағана сіздермен осы уақытқа өткен, дауысты әріптердің кейде ашық буынға байланысты, жабық буынға байланысты, өзгеруіне байланысты қазір салыстырып отыр, бір айтып шығайық, практика жақсы болу үшін. Snake, snack, Jake, Jack, save, safe, rate, rat, mate, mat, plane, plan, tape, tap, fate, fat, sake, sack, base, bus, made, mad, Sam, same, sand, sand, pat, pet, band, bend, bad, bed, mad, made, pen, pen, man, men, land, lent, drank, drunk, swim, swam, swam, cap, cape, cup, lack, leg, match, 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 sight, sit, hide, hit, write, read, wine, win, file, fill, pine, pin, bite, bit, spite, spit, spine, spin, mate, mad, kit,
kite, bit, bite, bite, pill, pile, tip, type, in, sit, sight, rip, ripe, mill, mile, hip, hype, he, high, test, taste, lend, land, tent, tend, set, set, send, sent, led, let, get, gate, hope, hop, note, not, road, rod, tone, ton, cop, cope, lock, log, use, us, cute, cut, huge, hug. Жақсы, тамаша, көп практика жасадық деп ойлаймын, қайталап шықтық деп ойлаймын. Бағанағы алдыңғы айтып жатқан нәрселерді сіздер тоқтатып қойып, асықпай өздеріңізді жаңағы ұқсас сөздерді қайталап шықсаңыздар болады. Мен енді тез айтып жатыр дегендеріңіз болса. Енді TH әрпі, ағылшын тілінде, қазақ тілінде жоқ дыбыстар, екеуі қосылған кезде the және th деген әріпті береді. Кейде the болады, кейде th деген әріп. Енді бізде с және з деген әріп бар. Былайша айтқанда сақау the мен сақау th, с. Енді біріншісіне қарасаңыздар, бұл әріпті шығару үшін бізде мысалы з-ны айтқан кезде з, с тіл тістің ішінде болады. Ал мына дыбыстарды шығару үшін тіліңіз екі тістің ортасына кішкене ұшырып тұрады. Th, the тіреліп тұрады. They, them, then, this, bathe, the әріпі. Келесі th, thick, thin, myth, tenth, Timothy, thank, thank you деген кезде осы th әріпі айтылады. Енді қашан th болады, қашан z болатыны транскрипциясынан қарап отырасыздар. Егер анандай ö сияқты болса, онда th әріпі болады. Егер мына белгі болатын болса, онда the әріпі солай оқисың боласыздар. Енді тағы да айтылмаған толықтай бүкіл әріптер туралы айтып кететін боламыз. J әрпі қалай оқылады, W әрпі қалай оқылады, X әрпі қалай оқылады, Z. Сөздердің барысында J әрпі J болады. Мысалға астында тұр jam, jam. Size Z әрпі, Z әрпі Z ғана болып оқылады. Size, jazz. X әрпі X деп оқылады. X, zebra, Z, zebra. Jar, j. W әрпі U оқылады. Wake, wear. Бұны өздеріңізге түртіп жазып алыңыздар. Және соңғысы бұл Q әрпінің оқылуы. Q әрпі алфавитте Q деп беріледі, бірақ оқылған кезде бір қызығы ол әрдайым U әрпімен бірге жүреді. Q және U бірге жүреді, және Q дегені Q деген дыбыс берді. Q дегені squirrel, question, quiz, quarter, quiet, quietly, quick, quickly, quite. Байқасаңыздар, Q мен U әрпі бірге жүреді, және Q деген берді. Quick, quickly, quite, question, quiz, squirrel деген солай Q болып оқылады. Енді барлық нәрсені қорытындылай келе, сіздерге бағана ең басында әріптерді алдыңғы сабақтарда көрсеткен болатын. Әріптердің дауыссыз дыбыстарының ең біріншісі B, B, D, F, H, K, L, M болып оқылуы сөздің барысында. Одан кейін дауысты дыбыстардың әрқайсының қай кезде A болады, қай кезде I болады, қай кезде O, қай кезде O болады деген сияқты барлығын айтып шықтым. Одан бөлек C әрпіне кейбірде S болып оқылуы, кейбірде K болып оқылуы, G әрпінің кейбірде J, кейбірде G болып оқылуы, Q әрпінің оқылуы, W, X, Z әріптерінің барлығын оқылуы туралы айтып шықтық. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Сабақта айтылған материалдарды сіздер бірнеше рет көрсеңіздер болады. Артынан паузаны бос қойып қайтадан қайталаңыздар. Сіздер дұрыс айтылғанға дейін. Бұл жерде ағылшын тіліндегі жиі кездесетін сөздердің топтамасын жинап бердім. Солай топтамасын жинау арқылы сіздер былайша айтқанда бірден оқып кетуге көмектесетін нәрсе. Осыны
әрдайым егерде сөздерді оқып жатқан кезде танымай қалатын болсаңыздар, ұмытып қалатын болсаңыздар, видеоны кез келген уақыт қайтадан көріп, қалай оқытатынын еске түсірсеңіздер болады. Видео сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Келесі кездескенше, келесі сабақтарды жіберіп алмаңыздар. See you.